Бақыт адамдың мақсатына сәйкес келеді. Ал адамдың мақсаты жаратылыстың пікіріне ие болып, белсенді қызмет етіп өмір сүру, сонымен қатар ізгілікке сәйкес және тиісінше толық өмір үшін. Бақыт деген ол өмірлік қызмет, ақылды болмыспен және бұл табысты қызмет болу керек. Жақсы іс-әрекеттерімен ләззатқа, рахатқа жеткізетін адам өмірінің ең жоғарғы мақсаты толық адам өмірі үшін алынған. Сонымен бақыт деген бұл осы қызметтер, немесе олардың бірі, немесе ең жақсысы. Алайда бақыт үшін сыртқы игілік қажет. Неге десеңіздер, ешқандай қаражатсыз әдемі істерді жасау мүмкін емес, немесе қиын. Сондай-ақ бақыт үшін кейбір қолайлы материалдық жағдайдың тіркесімі қажет. Жеке класс емес, бүкіл қоғамдың бақытты болу керек екенін түсіну керек. Дәл осылай қазіргі қоғам міндет қою керек. Өз алдарына және бағдарламалық құжаттарына